роботтар туралы қысқаша айтып, соның ішінде Arduino микроконтроллеріне тоқталатын боламыз. Білім беру робот дегеніміз не? Ол яғни оқушыларға робот техника дегеніміз не? Оның алгоритмі, оны қалай құрастырады, соны үйретуге арналған роботтық техниканың жинақтары. Бізде Қазақстанда кеңінен танылғандардың біреуі ол Lego EV3, яғни Lego компаниясының роботы. Яғни бұл Lego роботының негізгі миы болып саналады. Сонымен бірге Arduino микроконтроллері, соның ішінде ең көп таралған Arduino Uno, және оның біреуі, үшіншісі ол Raspberry Pi. Яғни бұл микрокомпьютер. Біздерде екі микроконтроллері болатын болса, Raspberry Pi ол микрокомпьютер. Оның өзінің операциялық жүйесі бар. Мынандай микро SD картаға салып, Raspberry Pi-ға жүктейді. Енді осының ішінде біздер Arduino Uno-ға тоқталатын боламыз. Arduino яғни отбасы ортасының арасында кеңінен таралған, үйрену үшін пайдалы нәрсе ол Arduino Uno микроконтроллері. Arduinoның түрлері көп: Nano, Micro, Leonardo деген сияқты. Соның ішінде ең кеңінен таралған ол Uno. Uno'да яғни сандық өзінің порттары бар. Ол порттар арқылы жалпы мәліметті қабылдау, шығару деген сияқты, программалау және де тұрақты ток сияқты ұғымдармен танысуға болады. Жалпы Arduino микроконтроллері ол 2005 жылы бастап шығады. Италияның Иврея қаласында бастау алған. Бұл микроконтроллердің басқалардан айырмашылығы бұл ашық микроконтроллер. Яғни осының қалай жасалатыны және оның өзінің коды барлығы интернетте бар. Яғни бұның көшірмесін жасап шығарғаныңыздар үшін ешқандай авторлық құқық шектеу жоқ. Сондықтан да Arduino әлемде кеңінен танымал болуының бірден бір себебі осы ашық микроконтроллер болғандығының арқасында деп есептеуге болады. Енді мынау Arduino микроконтроллерінің микросхемасы, яғни негізгі миы, бұның дейтін жады 32 килобайт, яғни бұның ішіне дейтін бір программа жүктелсе, оның алдында жүктелген программаның бәрі тазарып отыратын болады. Микроконтроллердің жұмыс жасау тактілік жиілігі 16 МГц. Енді бұған дейтін тұрақты токпен жұмыс жасайды, яғни айнымалы және тұрақты ток екіге бөлінетінін білеміз. Соның ішінде тұрақты токпен, яғни 6 вольт пен 20 вольттың арасында қосуға болады. Бірақ енді 6 вольт ол самый крайний дейді ғой, минимальный, одан төмендетуге болмайды. Порттарының өзі үшке бөлінеді. Біреуі сандық порт, digital корпустар, сандық порт. Ол 0 мен 13-тің аралығында арналған. Сандық порттың негізгі қызметі, яғни output шығару режимінде. Бұның барлығы плюс токтар, 5 вольт. Бұларды тек программамен басқаруға болады. Қазір неліктен 5 вольт деп айттым, соны алда уақытта айтатын боламын. Келесісі ол аналог порттар. Мына аналог ин деп берілген. Ол аналог порттар A0-ден бастап A5-ке дейінгі. Бұлардың негізгі қызметі input, яғни қабылдау. Берілген датчиктерден данныйларды көбіне қабылдаумен жұмыс жасайды. Power ол дейтін қуаттандыру. Бұнда Win деген бар, ол дейтін, яғни қазір Arduino'да қалай қуаттандыруын айтамын, сол кезде толық тоқталатын боламын бұл Win-ге. GND деген 3 GND порт бар, біреу, екеу, үшеу. Бұлар дейтін минус токтар, яғни токты қызмет жасау үшін плюс пен минусы керек қой. Мына сол GND ground деген сөзден аударылған минус токты. 5 вольт және 3,13 вольт. Бұл екеуі плюс ток. Енді айырмашылығы мұнда тұрған 5 вольт пен сандық порттағы 0 мен 13-тің арасында 5 вольттың айырмашылығы. Бұндағы 5 вольт ол постоянно, яғни тұрақты, әрқашанда ашық болып тұратын ток. Бұған Arduino токқа қосқаннан кейін бұған қандай да бір проводпен ток бердіңіз бе, бұдан сол провод арқылы ток уже өтетін болады. Ал мына 0 мен 13-тің арасында порттарда оларда программа арқылы ашуға болады, токты беруге максималды, немесе айырып тастауға болады. Айырмашылық сонда, яғни сандық порттар программалауға көнетін порттар болатын болса, ток 5 вольт максималды, а мұндағы 5 вольт ол программалауға көнбейді, яғни әрқашанда қосылып тұратын порт. 3,13 вольтта солай. Ал енді мына reset ол дейтін, яғни перезагрузка. Мынаны кнопка арқылы немесе мұнда қосып программа арқылы келтіруге болады. Енді Arduino'ны қалай қуаттандырамыз? Біреуі USB-B порт арқылы, екінші арнайы қуаттандыруға арналған штекер бар, сол арқылы, яғни кром батарейка сияқты немесе
тағы да басқа қосуға болады. Үшіншісі ол мына вин және GND-лер арқылы, яғни қуаттандырудан батарейкадан келіп тұрған токтың плюс портын винге қосамыз, минусын GND-ге қосамыз, сонда біздің Arduino'мыз қуаттанатын болады. Қызыл кнопка бана айтқандай перезагрузка, ресет, бәрін басынан бастап қайтып бастатуға болады. Сонымен бірге сандық порттың ішінде 0 мен 1 деген портты көріп тұрсыздар, RX және TX деген мағынаны білдіреді. Яғни бұл дейтін болып жатқан қызметті прием передача сол арқылы қабылдайды және шығарады, қандай өзгерістер болады соның барлығы. Бұл сонымен бірге мына екі жарық дөт белгіленген, осы екеуінің қызметі арқылы белгіленеді. Сондықтан да көбіне сандық портқа порттарды қосқанда 0 мен 1-ге жалғамайды көбіне. Себебі 0 мен 1 ол әрқашанда жұмыс жасап тұратын нәрсе. Сондықтан да біз берген команда бірде орындалса, бірде орындалмай, арасында сбой болуы мүмкін. Ол себебі 0 мен 1-дің өзіне берілген порттары бар жұмыс жасауға арналған. Сонымен бірге 13-ші порт, жарық дөтінің ішінде 13-ші порт. Бұның режимі әрқашан output, яғни бұл мысалға егерде датчиктерді 13-ші портқа қосатын болса жарық дөтті, оған режим output деп программада көрсетпей қоюға болады. Себебі оған арнайы жасалған ол 13-ші порттың жарық дөті мына L деген, яғни light жарық дөт осыған берілген. Келесі тоқталатын нәрсе сандық порттар максимальный 5 вольт, минимальный 0. Яғни сандық порттардың ішінде өзде екіге бөлінеді. Шим порттар, широкая импульсный модуляция дейді. Яғни ол дейтін кеңінен 0 мен 5 вольттың арасынан 2 вольтты, 3 вольтты, мысалы 1,8 вольтты алуға болады. Олар 3-ші, 5-ші, 6-ші, 9-ші, 10-ші, 11-ші порттар. Қалған 2, 4, 7, 8, 12, 13 дегендер, олар дейтін токты максимальный береді, яғни 0 вольт, 5 вольт, немесе минималь бермейді, яғни 0 вольт. Тек қана 0, 5, яғни бар, жоқ, ток бар, ток жоқ, включатель сияқты жасауға болады. Ал енді мына шим порттарда оның арасынан біздер дейтін өзімізге керек 3 вольтты мысалы программа арқылы беруге. Тек біздер вольт деп жасағанмен де ол Arduino'ға данныйды бергенде 0 мен 1023-тің арасындағы цифр ретінде көрсететін болады. Яғни 5 вольтты 1023 бөлікке бөліп тастағанда бірдей. Ал шим емес порттар жаңа айтылған 2, 7, 8, 12, 13-тер, 2, 4, 7, 8, 12, 13-тер, олар дейтін цифры 0 және 1. Одан басқа цифр жоқ. 1023-ке дейінгі тек қана шим порттар, сонымен бірге аналог порттарда 0 мен 1023-тің арасында жұмыс жасайтын болады. Яғни бұдан түсінуге болатын нәрсе, шим порт аналог портқа көмек ретінде. Яғни бұлар 0 мен 1 мен де жұмыс жасайды. Токты максимальный 0 вольт, минимальный 0 вольт, максимальный 5 вольтқа немесе аралыққа бөліп тастайды. Ол дейтін сіз жазатын программа кодта командаға байланысты. Яғни бұл екі қызметті қатар атқарылады деген сөз шим порттар. Так, әзірге сабақты ең бірінші Arduino жайлы алғашқы сабақта жаңа бастап жатқандарға осыны білуіңіз жеткілікті деп ойлаймын. Себебі алдағы уақытта жоба жасағанда, жұмыстанғанда қалған айтылмай кеткен компоненттермен барлығымен алдағы уақытта тоқталатын болады. Жақсы, бүгінгі Arduino Uno туралы алғашқы таныстыру сабағымыз видеомыз аяқталды. Каналға жазылып, комментарий қалдырып, бөлісіп отырыңыздар. Рахмет.